мынаның ортасы сынып түскен беді, сосын екінші нені ағашты қойып берді, Мынау жуынатын бөлмелерінде крандары да сынып жатқан сияқты ғой, крайниктер жоқ сияқты. мамыр 2023 жыл Олимпиадалық резервтің облыстық мамандандырылған мектеп-интернат колледжі, мынау жатақхана бөлмесі. Бұл Тараз қаласындағы Олимпиадалық резервтің облыстық мамандандырылған мектеп-интернат колледжі. Өткен айда осы мекеменің экс-директоры Ақжүрек Таңатаров жұмыстан заңсыз шығарды деп облыс басшылығын кінәлап ел президентіне үндеу жолдаған еді. Ассалаумағалейкум, құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы. Мен Таңатаров Ақжүрек Досұлы, Олимпиада ойындарының қола жүлдегері, әлем чемпионатының қола жүлдегері, Азия чемпионатының жеңімпазы, құрмет және парасат ордендарының иегері, Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген спорт шебері. Мен Таңатаров Ақжүрек Досұлы, Олимпиада ойындарының қола жүлдегері, әлем чемпионатының қола жүлдегері, Азия чемпионы, құрмет және парасат ордендерінің иегері, Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген спорт шебері. Сізге үндеу жолдау себебім, мен басқарып отырған Жамбыл облысы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт басқармасы Олимпиадалық резервтің облыстық мамандандырылған мектеп-интернат колледжі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің басшысы лауазымынан заңсыз жолмен босатып жіберді. Осы орайда Жамбыл облысы спорт басқармасы басшысы Арман Ташметовтен жеке барып себебін сұрағанында Жамбыл облысы әкімі Нұржан Нұржігітовтің бұйрығы мен шешімі мен не істей аламын деді. Яғни бұл әрекет жаңа Қазақстанның көлеңкесіне де жақын емес. 90-шы жылдарға қайта оралғандаймыз. Президент мырза, мен спорт жанашыры және осы саланы жетік меңгерген азамат ретінде сізден Жамбыл облысындағы әкімшілік пен оның ішінде спорт басқармасында орын алып жатқан заңсыздықтарды тоқтату үшін республика деңгейіндегі барлық қорғау органдарынан, оған қоса парламент депутаттарымен бірлесе отырып комиссия құрып толыққанды тексеріс тағайындауды сұраймын. 30 жыл ұйықтағанымыз жетті. Жаңа Қазақстанды бірге құрайық. Оған барынша күш-жігерімізді салайық. Мен жаңа Қазақстанды құруға дайынмын. Мен өзім басқарып отқан спорт Жамбыл облысының спорт интернатынан жұмыстан кеткелі. Менің артымнан біраз жаңа қазақша айтқанда өсек әңгіме дейді ғой, өсек әңгімелер жүріп жатыр. Таңатаров Ақжүрек осы спорт интернатының ремонтқа бөлінген ақшасын жымқырды деген сияқты. Өткенде өздеріңіз білетіндей Михаил Казачков өзінің телеграм парақшасына салды. Таңатаров Ақжүректің мына интернатқа бөлінген ақшаны жымқырды деген сияқты нақты айтпай, бірақ жай өсек әңгімемен алып келгені. 2018 жыл түскен суреттерді, 2018-19 жыл түсірілген суреттерді сол кеше салып, міне интернаттың жағдайы осындай деп. Бірақ та шынына келген кезде де интернаттың жағдайы сондай дәрежеге кеп тұр. Неге десеңіздер, 2003 жылдан бастап осы Жамбыл облысында интернат ашылғалы бері ол жер ремонт жасалмаған. Ең бірінші төсек орындарында мен келгелі ауыстырғам. Оға дейін төсек орны да ауыспаған. Мына жастықты мысалға алатын болсақ, бұл жастық қатты түйдектелген, мінекей түйдектелген. Балалардың жатуына ыңғайсыз. Көп ұзамай Жамбыл облыстық спорт басқармасының басшысы Арман Ташметов Таңатаровтың сөзін жоққа шығарды. Ақжүрек айтып отыр, бұған тапсырма әкім берді, Нұржан Молдиярович берді деп айтқан сөздері бар. Оған да мен жауап берейін. Бұл шешімді мен өзім қабылдадым, өзім жауап берем. Бірінші мақсатымыз балдардың жағдайын жасау. Біз ол балаларды ата-аналардың алып жатырық қолынан. Біз аманат қой, былай қарап тұрсаң. Біз оларға жауап береміз, денсаулығына жауап береміз. 52 бала бір жылда кеткені 250 баладан. Ол болмаған нәрсе еш жерде. Біздің интернатқа кезінде Атыраудан балдар келген.
Чимкенттен келген, басқа қалалардан, хотя біздің интернат облыс интернаты, басқа региондардан келіп жатыр бізге балдар. Қазіргі таңда біздің балдарымыз Алматыға, Астанаға кетіп жатыр. Кеше маған бір қыздың мамасы келді, ол кісімен сөйлескенбіз. Ол кісінің қызы қазіргі таңда Астана қаласында интернатында оқиды. Қазақстан чемпионы ол қыз, керемет дәрештер жетіп жатыр. Мен ол кісіге сұраған кезде, не біздің интернатқа бермейсіз десем, қалып кеттіңіз десем, күліп жіберді ол кісі. Сіз интернатты көріңізші, жағдайын көріңізші интернаттың. Ол интернатқа өзіңіздің балаңызды бересің ме деп шықты маған. Балдардың тамағы дұрыс емес, киімі жоқ, интернаттың өзі суық, баспанасы ағып жатыр. Балдардың комнаттарында кәдімгідей плесень дейді ғой, қара. Ол грибок қой, ол бәле өкпеге өтіп кетсе, ертең шықпайтын нәрсе. Сол ішінде біздің балдарымыз ұйықтап жатыр мысалы. Мен шыны керек осы 6 ай болды келгеніме. Ең басында интернатқа кіріп шыққам. Ақжүрекпен сөйлескенбіз. Сол кезде айтқам, Ақжүрек, мынаны дұрыстау керек. Мыналай болмайды. Давай жұмыс істейік, бірге істейік. Қазақтың батыр ғой, енді оны мен мойындаймын. Бірақ осы 6 ай өтіп кетті. Кеше осы 1 апта, 2 апта бұрын барып қайтып көрсем, интернат сол жағдайда тұр әлі. Ештеңе өзгермеген. Қызметтен заңсыз босату мен келісімшарт тоқтатылды деген бұл екеуі мүлде екі бөлек дүние. Жұмыстан заңсыз шығарса, Ақжүрек неге заңға салып, сот арқылы жұмысына қайта орналасып алмады екен деген ой келеді. Осы мәселеге орай мектептің түлектері мен мұғалімдерінен де жатақханада талай бүргеге таландық, сыныбымыздан жылан да шыққан деген неше түрлі ақпараттар жетті. Өте ескі ғимарат көрініп тұр, өте нашар, тозығы жеткен, ешқандай қараусыз. Бірақ енді бір қанша 20 жыл істеп, былтыр бұл кісі декретте болды бір жыл. Былтыр 60-нойда. 60-ной кезінде бізде былай ғой, 56 күн демаламыз да, 56 күннен кейін жұмысқа шығамыз. Сол кезде былтыр август айында біз 1 июньнен кеттік, 56 күннен кейін августтың біз тура енді датасын точно білмеймін енді. 20 август 10-нан бастап жұмысқа шығуымыз керек. Бірақ біз жұмысқа шыға алмадық ол кезде. Бізді бәрімізді өз еркімізбен еді, неге жіберді? Отпускаға жіберді. Содержаниеге жіберді. Онда бізде ондай интернатта білмеймін, 20 жылда ондай болмаған. Кровать. Сынған кровать. Жылда бірақ результат береміз қыздар. Ақша жоқ деп қайтарып жүреді. Қыздарымыз орындайды, чемпионат Қазақстанда да 1-ші орын алады. Оларға да сборға ақша сұраймыз, жоқ дейді, или шетелге неге барады, жарысқа барады. Азия кубогы, Европа кубогы деген. Бәленбай ақша сұраймын, лично өзім барып, жоқ деп айтады, қайтарады. Содан результатымызды құлап отыр облыс бойынша. Несі қалшыңасы үлкен болу керек, уже қараңыз, бітті да, ар жағы вообще үзіліп отыр да. Жарысының жоғарынан уже біткен, егер ары қарай болса, құлап қалуы мүмкін да. Жібермейді, ақша жоқ, қаражат жоқ деп айтады. Чемпиондар шығармақпыз. Жамбыл облысында біздер қыздар көп алады, не алады. Бірақ 1,5 жыл болып қалды, үстіне түсіп қалдық та. Барлығымызға айтты, орындан босатылды. Бірінші жұмыстан кеткен Нұрлан ағайымыз бар, өзіміздің көп еңбек еткен. Сол кісінің еңбегі зор негізі былай айтқан кезде. Өзімізді тәрбиеледі. Қаншама осы Жамбыл облысында спортшыларды тәрбиеледі, көптеген жетістікке жеткізіп, сол жерде оқығанда бар күш-жігерін салып, бізге қолдан келгенше көмектесіп, сол кісінің еңбегін неге бағаламағанын білмеймін. Халықта табан астында барлығымыз жұмыстан шыға жетті. Ең бірінші Нұрлан ағай кетті жұмыстан. Жендик Дәурен деген ағайымыз бар, ол кісі де көптеген қызмет етті крекрим бөлімінде, жаттықтырушылық. Содан кейін сол кісілер кеткеннен кейін мен ол жақта декабрь айынан жұмыс істедім. Декабрь айынан кейін
Содан кейін маған да сондай хабарлама келді, өзі кабинетіне шақырып, орныңды босат деп айтты. Ақ-жүрекке дейін, мысалы, ол жерде бәрі жетіп тұрды ғой. Спорт инвентар бәрі жетіп тұрды. Мен маяққа барып жұмыс істеп деп шығарды. Гүлсара ханымның айтуынша, асханаға соңғы рет 2021 жылы бұрынғы директор Сапашевтың кезінде жаңа ыдыс сатып алынған. Ол ыдыстар сынып азайған, қалғаны жарылып, шытынаған, кертілген, бүтін бір ыдыс жоқ. Бір мезетте 100 балаға тамақ бергенде аспаздар ыдыс-аяқ жеткізе алмай қиналады. Артынша екінші кезекпен тағы 100 баланы тамақтандыру керек. Екі аралықта ыдыстарды жуып үлгермейміз. Ыдыс жуушы екеу-ақ, бірі ауырып қалса, немесе демалысқа кетсе, жалғыз ыдыс жуушы үлгермейді дейді. Ыдыстар таза жуылмайды, қасықтар май болып тұрады. Ыдыстардың бүтіні жоқ, бәрі сынған дейді. Тарелке, бокал, бәрі сынған дейді да. 7 марттан бері қарай бізде продукты болмай, 11 апрельге дейін біз балаларға вообще без меню тамақ бердік. Потому что тендер ойнатылмады, проблема болды, спонсорский әкеп тұрды. Білесің, спонсорский бергеннен кейін тамақ қандай болатыншы, тамағымыз нашар болды. Жаңадан басшы келгенде басшыға да айттық, бізде посуда жағы проблема болып жатыр, посудамыз жетпейді. Мына посуданы сіз көрсе, вообще бізді штрафовать етеді. Бұндай посудамен бермеуіміз керек деп сразу айтқанбыз. Посуда биылғы жылдыққа вообще берген жоқ. Экс-директор Ақжүрек Таңатаровтың мектеп-интернатқа жоғары жақ қаржы бөлмеді деген сөзіне орай, мекеменің бас бухгалтері Жеңіскүл Оразымбетовадан анықтап сұрап білдік. Ол кісі жылдағы бюджет сұранымға сәйкес бекітіліп отырған және жыл сайын артып отырған дейді. 2020 жылы 324 миллион 406 мың, 2021 жылы 394 миллион 800 мың, 2022 жылы 459 миллион 789 мың, 2023 жылы 588 миллион 206 мың теңге қаржы бөлінген. Ортасынан түсіп кетесін шығарсыңдар, я? Ұйықтап жатқан кезде домалап кетпейсіңдер ме? Төсектен құлады неше балалар? Құлап, иықтарыңды, жауырындарыңды сындырып алған жоқсыңдар ма әйтеуір? Боксерлар да бар қойды. Иә? Осындай жағдайда тәрбиеленіп жатқан спортшы қалай дайындалып, қалай нәтиже көрсетпек? Ал кадр бөлімінің басшысы Айтолқын Молдатаева мекемеде өлі жандардың жұмыс істегенін растады. Яғни бұл адамдар құжат жүзінде бар, ал іс жүзінде жоқ. Мен осы жерге 2023 жылдың 1 наурызында кадр жөніндегі инспектор болып орналастым. Ол уақытқа шынымен жаңағы өлі жандар туралы білген жоқпын. Соғыз қызметкер іздегенде соғыз қызметкер таппадым. Содан мен әкімшілік жазушыны кісіден сұрадым. Сұрап едім, ол адамдарды тиіспеңіздер. Сіз түгендемеңіз, мен өзіміз істей аламыз, жауап береміз деп. Мен сонымен ешқандай. Одан кейін Максі келді. Осы келген соң біз уже адамдар түгендей бастадық. Сол кезде түгендей бастағанда уже Ақжүрек Таңатаров оқыс жұмыстан шығатын болған кезде уже оқыстан шығып заявление жазып шықты. Анығы Ақжүрек Таңатаровты жұмыстан ешкім шығармаған. Қызметінен босату мен келісім шартты жалғастырмау дегеннің арасы жер мен көктей. Демек, экс-басшының зардап шегуші рөліне кіріп, қоғам санасына манипуляция жасап отырғанын аңғаруға болады. Олай болса, сұрақ Ақжүректің өзіне қойылуы керек. Ал біз қай тарапты да тыңдауға әзірміз. Ақжүрек Таңатаров ол қазақтың мақтанышының бірі. Ақжүректің спорттағы еңбегін ешкім жоққа шығара алмайды. Бірақ әрбір адам чемпион бола бермейді, әрбір чемпион да басшы бола алмайды. Жұмыстан шығарып жіберді деген ол жалған ақпарат. Статьямен, немесе басқа жағдаймен Ақжүректі ешкім жұмыстан шығарған жоқ. Келісім шарт ұзартылған жоқ. Ұзартылмаған себептерін жаңа ғана спорт басқармасының басшысы айтып өтті.